Елімізде өткен жылы 265 лауазымды тұлға тәртіптік, 99 маман әкімшілік жауапқа тартылды. Мемлекеттік қызмет саласындағы бақылауды ұйымдастыруда басты назарда. Бүгінгі хабар барысында осы жайлы сөйлесеміз. Студиямызға Мемлекеттік қызмет істер агенттігі Павлодар облысы бойынша департаменті басқармасының бас маманы Руслан Иманқұлов келіп отыр. Қош келдіңіз. Жалпы енді өңірімізде жұмыс жасайтын әдеп кеңесінен қарастырылған мәселелеріне тоқталсаңыз, биыл жалпы қанша осындай мәселелер қарастырылды, лауазымды тұлғаларға қатысты қандай тәртіптік жазалар қарастырылды? Осы жылы әдеп жөніндегі кеңес отырысының бір отырысы өтті, 5 мәселе қаралды. Оның біреуі тәртіптік іс, яғни әдеп кодексінің талаптарын сақтамау бойынша 4 профилактикалық сұрақтар қарастырылды. Өткен жылмен салыстырсақ, мысалы, өткен жылы әдеп жөніндегі кеңестің 12 отырысы өткізіліп, 134 мәселе қаралды. Оның ішінде 64-і тәртіптік іс, 52-сі мемлекеттік қызметке кір келтіру фактілері бойынша, және де 12-сі әдеп кодексінің талаптарын сақтамау бойынша тәртіптік істер қарастырылды. Көбінесе әдеп кеңесінің отырысында қаралатын істер ол жер саласының заңнамасын сақтамау, бұзу фактілері бойынша. Өткен жылы Шербақты, Ақсу, Май аудандары бойынша жер комиссия мүшелеріне қатысты 23 тәртіптік іс қаралып, оның 22-сіне тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қоса департамент бұқаралық ақпарат құралдарында мониторинг жүргізіліп, мониторинг барысында әдеп нормаларын сақтамау фактілері бойынша өткен жылы мемлекеттік қызметшілерге қатысты тәртіптік істер қозғалды. Енді өздеріңізге мәлім, ол Баянауыл ауданы тілдерді дамыту бөлімінің басшысы, және де Екібастұз қаласы әкімінің орынбасары, Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары, және де Баянауыл ауданы Құндыкөл ауылдық округінің әкіміне қатысты тәртіптік істер қаралып, аталған лауазымды тұлғалар белгілі бір тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Жалпы енді бұл ретте тәртіптік жауапкершілікке тартылғаннан кейін қайтадан бұдан да өрескел қателіктер, жайттар тіркеліп жатамы жалпы тәжірибе жүзінде? Әлде сол ескерту шынымен де әлгі ойландыратын дүние болып табылады ма? Ондай фактілер әрине болып тұрады. Қайталанып тұрады, бірақ та нақты дәл осы әрекет емес, басқа әрекет бойынша прокуратурадан немесе сыбайлас жемқорлық департаменті материалдар түсіп тұрады. Әдеп жөніндегі кеңесте қарастырамыз. Жалпы әдеп кеңесі дедіңіздер, жалпы осы мемлекеттік қызметкерлердің осы әдепке қатысты биылдан бастап жаңа әдеп кодексі қызмет етеді деген, сол өзгертулер пайда болып жатыр. Жалпы бұл қаншалықты қажет болды? Қандай өзекті мәселелер көтеріліп жатыр? Сол туралы айтып кетсеңіз. Жуырда елбасымыздың, президентіміздің жарлығына сәйкес әдеп кодексінің жаңа редакциясы қабылданды. Жаңа кодекстің ең алдымен қызметтік әдептілік стандарттарын белгілеу бағыты және мемлекеттік қызметшілердің бойында моральдық адамгершілік қасиеттерін негіздеу болып табылады. Және де 6 қағидадан тұрады. Яғни ол адалдық ниет, адалдылық, әділдік, шындық, сыпайылық, және де клиентке бағдарламаушы осындай өзгерістер енгізілді. Жалпы енді осы әдеп кеңесі туралы айтып кеттік. Жалпы енді мемлекеттік қызметкерлердің жалпы өздерінің белгілі бір имиджін қалыптастыру, яғни олардың өзінің беделін арттыру барысында қандай іс-шаралар қолға алынуда, жалпы құқығын қорғау бойынша қандай жұмыстар жасалады, және қаншалықты жалпы құқығын қорғау деген кезде жалпы қаншалықты әлгі құқықтары орындалмай жатады, қай жағдайда бұзушылықтар орын алып жатады? Өткен жылы департаментпен 11 мемлекеттік қызметшілердің құқықтары қорғалды. Сонымен қоса департаменттің бастамасымен Павлодар облысы еңбек басқармасының арасында өзара ынтымақтастық бойынша меморандумға қол қойылды. Меморандумға сәйкес мемлекеттік органдардың жүйесінен мәліметтер алынып,
сол бойынша біздің департамент мониторинг жүргізіледі. Мониторинг қорытындысы бойынша 92 мемлекеттік органдар, мемлекеттік қызметшілер жұмыс уақытынан тыс фактілер бойынша анықталып, еңбек басқармасына жолданды. Еңбек басқармасы осы фактілер бойынша қызметтік тексеру жүргізіп, аталған мемлекеттік органдардың 88 мемлекеттік қызметшілері не қатысты демалыс, немесе сағаттар берілді. Осындай кішкене имидж көтеру тіркелді. Жалпы енді көбінесе 8 сағаттық жұмыс қой мемлекеттік қызметкерлерде, яғни ондай тексерістер міндетті түрде сіздерге жүгінуге болады, әрине. Бұл ретте енді тағы бір осы мемлекеттік қызметтерге көпшілік ел аузында жүріп тұратын бір мәселе, тағы көлік қоғамда емес, қызметтік көлікті пайдалану, яғни бұл ретте олқылықтар бұрын кең өрескел тауып еді. Соңғы жылдары әдеп кеңесіндегі бір қатар талқылаулардан кейін бұндай жағдайлар төмендеген. Жалпы соларға тоқталып кетсеңіз, қазір жоқтың қасы ма? Әрине, ағымдағы жылы ондай тәртіптік істер қаралмаған, бірақ енді мемлекеттік қызметші болғандықтан әдеп кодексінің талаптарын сақтауға біз міндеттіміз. Сонымен қоса тағы да айтайын, департаменттің бастамасымен өткен жылы Павлодар облыстық сотымен өзара ынтымақтастық бойынша меморандумға қол қойылды. Меморандумға сәйкес Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 608-ші бабы, яғни мас күйде автокөлікті басқару фактілері бойынша мониторинг жүргізілді. Мониторинг барысында 4 мемлекеттік қызметшіге қатысты анықталып, мемлекеттік органдарға хат жолданды. Мемлекеттік органдар нақты осы фактілер бойынша қызметтік тергеу жүргізіп, қызметтік тергеу қорытындысы тәртіптік комиссиясына шығарылып, тәртіптік комиссияның шешімімен осы мемлекеттік қызметшілерге жұмыстан босату бойынша белгілі бір шаралар қабылданды. Жалпы енді әдеп кеңесі бұл кезде бір шешім қабылдаған жағдайда жалпы енді үзілді кесілді мемлекеттік қызметтен қатысуға болмайды деген емес қой. Міндетті түрде бұл сол қызметтен шығу мүмкін ба, жалпыға мүмкіндік беріледі ме әлде? Сөйлескен кезде мысалы үшін шешім шығармас бұрын көп жағдайда мысалы үшін жағдайға да түсіністікпен қарау жайттар болып жата ма жалпы? Әрине, енді әдеп жөніндегі кеңесінде осындай фактілер әдеп және кеңес мүшелерімен қарастырылады. Яғни енді өрескел бұзушылықтарға жол берген мемлекеттік қызметшілерге енді әлбетте жұмысқа қайта қабылдану мүмкін емес. Кішігірім бұзушылықтар әрине болады қайттан келуге мемлекеттік қызметке. Енді жаңа айтып кеттіңіз, жалпы жүйелі түрде мониторинг жүргізіледі, жалпы мемлекеттік қызметтерге тағы бір өзекті мәселе қазіргі таңда жалпы кез келген лауазымды тұлға болсын, жауапты мамандар, мемлекеттік қызметте жүргендер өздерінің ресми әлеуметтік желілердегі парақшалары бар, халықпен яғни сөйлеседі, өздерінің пікірлерін білдіреді, белгілі бір атқарылған жұмыс жайлы есеп беріп отырады. Жалпы енді бұл ретте көп жағдайда енді адам болғаннан кейін той-домалақта, жалпы басқа жұмыстан тыс жерлерде байқалып жатады деген сияқты. Қаншалықты бұл бақыланады және де бұл ретте қаншалықты абай болу керек, қандай жайттарда қандай фотоларды лақтыруға болмайды, Инстаграм парақшаларын деген сияқты. Бұл туралы не дейсіз? Енді мемлекеттік қызметші болғандықтан әдеп кодексінің талаптарын сақтау керек. Яғни әдеп кодексінде стандарттар бар, қағидалар. Жұмыс уақытында немесе жұмыстан тыс уақытында осындай талаптарды сақтау керек. Әрине, енді мемлекеттік қызметші болғанда ондай той-томалақтарда немесе бір қымбат автокөліктің фотоларын салуға рұқсат етілмейді. Енді осындай жұмыстар департаментпен апта сайын мониторинг жүргізіледі. Егер анықталып жатқан жағдайда мемлекеттік органдардың басшыларына хат жолданады. Осындай мемлекеттік қызметшілер осындай фактілер анықталды, белгілі бір шара қабылдану бойынша деп. Әдеп кеңеске шығарылуы мүмкін. Әдеп кеңеске шығарылуы мүмкін, егер нақты сол мемлекеттік қызметшінің имиджіне, қызметіне категориясы сәйкес келіп жатса, не бойынша ережеге сәйкес әдеп әрине шығарылады, әрине тәртіптік іс қозғалады, әдеп кодексінің талаптарын бұзу фактісі бойынша белгілі бір шара қабылданады. Сізге қойылық сауалдарымыз осымен тәмам. Енді жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Келіп уақытыңызды бөлген үшін алғыс айтамыз. Рахмет.